8 сынып оқушылары, бүгін біз 7-де 4-ші жаттығуды орындаймыз. Есептер толық түсіну үшін видеоның соңына дейін қараңыздар, лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Бізге оптикалық күш берілген, яғни 8 диоптria, біз фокус қашықтығын табуымыз керек, яғни F-ті табу керек деген сөз. Формуласы F тең болады 1 бөлінген D-е, бұл 1 бөлінген 8 деген сөз, ол 1,125 метр. Так, енді екінші есепте бізге оптикалық күш берілгені дәл осы есепке ұқсас, D тең болады 5 диоптria, F-ті табуымыз керек. Мына жерде минус жазылмай кеткен. Несімен шығу үшін, жауабымен шығу үшін. Так, шешуі керек. F бізде тең болады минус 1 бөлінген D-е. Яғни бұл шашыратқыш линза. Сонда 1 бөлінген 5 тең болады 0,2 минус мына жақта. Минус 0,2 метр немесе минус 20 сантиметр. Так, келесі есеп, үшінші есепте бізге берілгені шыны линзайы. Так, берілген жазайық. Берілгені N шынынікі 2,03, сыну көрсеткіші. Судікі N су бұл 1,33. N A бұл бізде 1-ге тең болады. Ауаныкі. Енді біз оптикалық күшті табуымыз керек. Сонда күшті табу үшін бірінші қатынастарын тауып аламыз. N шынының N ауаға бұл бізде 2,03-ті 1-ге бөлеміз деген сөз, бұл 2,03-тің өзі шығады. N шыныны N аға бөлеміз. Сонда 2,03-ті бөлемін, мына жерде с-ға. То есть ауаныкіне бөлдік, енді судыкіне бөлеміз. Бұл 1,33 деген сөз, яғни бұл 1,52. Енді салыстырайық, бізде 2,03 үлкен болып тұрып 1,52-ден, яғни оптикалық күші не болады, азаяды. Мысалы ауадан су, мысалы шыныдан ауаға өткендегі оптикалық күш көбірек болады, чем суға өткен. Былай жазсақ болады. F бұл артады деп жазамыз. Так, шығарайық, бізде слайдты экранда 10 есе үлкейту үшін фокус қашықтығы 20 см линзаны пайдаланады деді. Енді біз слайдты линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек, яғни F-ті табуымыз керек. Бірінші бұл жерде мен фокус қашықтығы 20 см болғандықтан оны метрге айналдырып алдым, яғни ол 0,2 метрді береді. Енді біздегі 10 есе үлкейту, яғни үлкейтуіміз 10 есе болғандықтан бұл бізде F бөлінген D деген формула бар. Сол арқылы біз F-ті тауып аламыз. Мына формула арқылы, яғни F бізде тең болады G көбейту D. Бұл мынау бізде 10 есе, яғни қанша есе үлкейтеміз, соны жазады екенбіз, сонда 10 D болады. Сонда енді оптиканың формуласы бойынша 1 бөлінген F плюс 1 бөлінген D деген формуланы қолданамыз. 1 бөлінген 0,2, 20 деп алып жазайық бірінші, сосын кейін айналдырамыз. Так, 20 тең болады 1 бөлінген 10D қосылған 1D. Енді арқарай ортақ бөлімге келтіріп, мұны теңдеуді орындаймыз. Мына жерде 10-ға келтіреміз. Сонда 1 бөлінген 20 тең болады 11 бөлінген 10D. Осы жерде D-ні табатын болсақ, пропорция арқылы табылады. Яғни 10D тең болады. Так, 220. Сонда D тең 22-ге. Енді D 22-ге тең болса, бастап F тең болады 10 көбейту 22 тең 220. Бұл сантиметрмен. Енді метрге айналдыратын болсақ, бұл 2,2 метрді береді.